Ақсуат ауылдық округі қала іргесінде орналасқан облыс орталығына тиіп тұрғанымен біраз жылдан бері газдың игілігін көре қоймаған еді. Облыс және қала басшыларымен кездесуде де тұрғындар бұл мәселені бірнеше рет көтерді. Араға біраз жылдар сала ағайынның арман тілегі орындалды. Ендігі жерде ақсуаттықтар көмір жағып, күл тасымайтын болады. Жылда ондаған мың қаражаттарын көмірге жұмсайтын халықтың қалтасындағы біраз қаржы үнемделмек. Әсіресе аналардың қуанышы ерекше. Ауылымызда әйтеу көмір жағып, бұрыннан келатқан, істеп келатқан затымыз ғой енді. Келатқанымыз, мына газ келіп қуанып жатырмыз. Рахмет. Газ әкеп ауылымызға мынау енді көркейтіп жатсыздар. Қуаныштымыз, бүкіл ауыл бұл қуаныштымыз. Құда қаласа енді биыл қыста газ жағып, рахатын көріп отыра береміз. Аманшылықта болайық, ел тыныштық болсын. Ел тыныштық, ден сау, аманшылық болса, мынау бәрі бола береді ғой. Мынау газ келіп ауылға қуанып жатырмыз, құтты болсын. Аймақ басшысы сахнадағы салтанатты сөзінен кейін тапжылмай тыңдап тұрған халықтың ортасына кірді. Ағайынның арасындағы алғы сөзін облыс орталығы мен ауылдарға жасалар жақсы істерге арнады облыс әкімі. Жақында ғана мына қала әкімі бар, облыстық жол басқармасының басшысы бар. Осы ауылдың жолдарын бәрін аралап қарап шықтық. Сөйтіп, келесі жылға ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен 4 миллиард ақша қойып жатырмыз осы ауылға. Құдай қаласа, ең үлкен сіздердің мына қоғамдық көлік жүретін көшелер бар, ең үлкен көшелер. Мектепке баратын, балабақшаға баратын, осы қаладан кіреберіс жолдардың барлығына 4 миллиард ақша қойып жатыр. Ол өте үлкен қаражат. Шынын айтқанда. Негізгі біраз көшелеріңіз жөнделетін болады. Ауылдарға көңіл бөлу әкімдіктің ғана емес, мемлекет басшысының басты назарында тұрған тақырып. Ауыл аймақтың әлеуетін арттыру үшін тиісті тапсырмада берілген жауаптыларға. Ендігі кезек сол бастамалардың берекелі болуын, жобалардың жемісті жүзеге асуын күту.